Үшеу, көке қысылмаңыз. Бұл аруақтарға сабатын ма болса? Өзі тіріксі ғой бәк. Тіреді, тұрып, сабатырда. Туған келіңіз бар ма қасында тағы тұрған? Құдағи келін. Туған келіңіз тұрғызыр жоқсыз? Туған келіндер енді. Туған келін тұру жоқ, шама жоқ па отыруға? Сіздің жұмыстан шаршап кеткен бұл жоқ? Кәні, тұрын көрейін деген туған келіндеріңіз қандай? Мына келінде сондай болады ғой? Кәні? Мына туған келініңіз тоқ қой. Сіздің алдыңыздағы жеп жүрген келін бұны. Келінжан, көрдің ба абысыныңды? Мынандай оқ берген ғой? Қазір мынандай оқ ба ғой? Айтпай, өзі енең жақсы болса, келінді жақсы болады. Әкпе сізде сыйлаңызшы. Ол келінді кейбір енелер бар, келінді бір робот сияқты көреді. Бұл бейшараларды адам ғой. Сыйлай беріңізші. Тура өстіп бір келін түскен ғой. Сөйтсең есіп білеткен сияқты енесі айтады дейді. Әй, келін, қараңғағыр келін болып түстің ғой. Супер келін болудың 10 ережесі бар. 10 үштік ережесі бар. Білесің ба деп. Байқұс келін білмеймін депті. Дайындалып кел, біліп кел депті 10 ережені. Бір аптадан кейін келіні дайындалып келіп, білем депті. Айтыңыз. Ал айт десе келін айтады дейді. Ал ене 10 ереже. Жақсы келін болудың. Бірінші, күйеуімді құрметтеу. Екінші, ата-анама сәлем салу. Үшінші, енемді сыйлау. Төртінші, енемді қарғамау. Бесінші, енемнің шайына түкіріп бермеу деп. Келін айтыпты, дұрыс емес, енесі айтыпты, дұрыс емес қараңғағыр депті. Супер келін, тыңда депті. Супер келін болудың 10 ережесі бар. 10 ереженің 9-ы шыдамды бол депті. 10 ереженің 9-ы шыдамды бол депті. Келін десе аузыңды жап депті. Енді 10-шысын айтсаңшы десе 10-шысы сол аузыңды жап депті. Сонда екі-ақ ереже екен ғой келінжан. Шыдамды болып сөйлемей жүрсең, в общем жақсы келін болады екенсің. Ана көрдің ба сөйлемей семіріп кеткендер ғой. Давай, маэстро музыканы жібер. Бақыт боласың. Енді осы жерде Нұр Отаннан келіп оққан, міне өзім сәлем жасайтын сияқты ма? Нұр Отаннан қазір бұл кісілер билеп тұрға. Жанадыл Уәлихан бастаған Теріскейде ескі жігіттер шығады. Сол екі жігітке де сәлем жасадық қой. Арнайы отдельно. Кәне, Нұр Отан. Екі точно Нұр Отаннан ба? Что-то киімдері түкке қатысы жоқ қой. Или бүгін демалыс ба? Жаңағы сәлемді қайтып алдым ма? Настроение кредиттер бар сияқты ма? Нұр Отан деген аты болмаса. Так, енді Аяттың өнердегі достары дейді. Жайдарлы КВН лигасы президенті Бауыржан аға бастаған Жангелді Райымгүл командасы ма? Жангелді Райымгүл командасы. Жайдарлы КВН сөйтіп айтып тұр. Ай, біз құлақ айтқанда айтамыз ба? Гүл емес ау деймін, сен қалай айттың ба? Олар гүлге гүліп атыр ма басқа? Райым қандай? Раян Нұр ма? Нұр деген жөндеп айтсаң болды, құлаққан ғой. Раян Нұр КВН командасы. Жайдарлы КВН лигасы президенті Бауыржан аға бастаған Тараз 2000 КВН командасы достары Армани, Файзулла, Дайыр, Жалғас, Олжас. Бұларда ақша бар ма? Мен аузым кем. Или ертең ұсыносқа Астанаға КВН кетіп барған жоқсыздар ма? 20 мың теңгеден есенер өкінге. Давай ортаға достар шықсын, шапана құрып қойыңыздар ағайын. Міне, ойнамыш кеткен. Шашын жайып өтті. Жұлайын деп жүр ғой. Қазір бақыт оқпасында мұналардың бәрі шашын жайғандар ғой кезінде. Қазір шаштары лысый болды. Қазір ғой. Сен тегін сүріп атсың ба? Газек неғып кешігіп жүрдейін, тегін беді жүрген. Сенің де басың екеу болсын, айдақар динозавр бола бер. Өзіңе орамалдың ішінде ақша бар. Құлағынан түсін шығып кетті ақша естен. Келінже оқтау бүгіннен бастап сырласыңыз, мұңдасыңыз, подружкаңыз, петрушкаңыз, кухнядағы аспабыңыз, аят кешіріп бесе қаруыңыз деген сияқты өзіңізге. Аят кел, жаным, шапая құрып қойыңыз. Жүріс өзгеріп кеткен ғой. Жүріс өзгеріп кеткен, баяғыда ит жүрмеші оқтай келеді ғой. Мына көкін яқ кайфты бұзып келесіз бұла кетікші. Әдемі аяттың артынан өзінше. Таңлайын басасаңыздар. Шөк. Так, кел, мұна екі жеңгесі не болды? Мылтысалар ұқсап жүрмеңіздер болды. Бұлай қарай алып шығып бет болмаса, мамасы бар ма? Бұлай қарай беріңіздер жыламасын. Так, аят үйленді ағайын, шапалақ ұрып қол соғып қойыңыздар аятқа. Аят, әкел. Бүгін үйлендің ғой, е? Е, вот жетістің құдай қаласа.
Өз обалы өзүнө енді. Баяғыда бір кісі айтқан екен, гулянка кетіп барады сойбу, тағы бір бишеле кетіп барады деп. Көресің енді, Құдай қаласа бақытты болсын. Үйленген оңай емес. Жаңадан үйленген жігіттен сұрасаң, үйленген қалай екен деп. Рахат дейді. Оға жақсы дейді. Сол сұрақты бір 3 жылдан кейін қойшы, уже нормально деп қой. Сол сұрақты бір 4-5 жылдан кейін қойсаң, білмеймін ғой, жүріміз басымды ауыртпашы дейді. 10-15 жылдан кейін бір-бірінсіз өмір сүремей қалады. Құдай қаласа соған жеткізсін дегім келеді. Шапалақ ұрып қойсаңыздар.